Басталдан. Ай, Мұқаш. Еш жерге тоқтамаймыз деп неге алдайсың, а? 1 минутқа кірем де шығам. Қазір ғана есіме түсті. Ана енем бірден тапсырама, біре салайын. Ай, кешіксе мына сүт ашып кетеді. Таңғы салқынмен жетуім керек ауданға. Бұндайыңды білгенде басқа таксимен кете беретін ем ғой. Ей, Гүлғайша, 1 минуттайым қазір кірем де шығам. Жолдайым сосын. Ой, бір. Ылғи өстіп жүреді осы кісі. Енесіне есеп береді де жүреді екен. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір. Иә, кел отыр. Жоқ, отыратын уақыт жоқ, аудан жаққа кетіп жатқан. Сізге ештеңе керек емес пе еді? Жоқ, еш нәрсенің керегі жоқ. Не қылып тұрсың шеркелеп? Не көріп жатсыз? Айтыс. О, мынау бұрынғы айтыс қой, апа. Иә. Мына Мұқашта түк ет жоқ екен. Мінбей жатып ақшасын алып алатын қайтесің, а? Ой, қатырды мына жігіт, а? Қалай жауап берді? Айтпа. Естіңіз ба? Естідім, ойбай, естімегенде. Ай, анаң қара. Домбыраның қағысын қарасаңыз. Ой, пұрмай, шындықты сойып жібереді ғой, Енді шындықты айтатын нағыз адамдар осылар ғой. Одан кейінше апа маған ана Жәнібек Кәрменов, Дәнеш Рақшыбаталарымыздың әндерін ұнайтын. Әлі тыңдаймын ғой, мектебі бөлек қой олардың. Айтпа. Менің шалымда жаңағы осы телевизорды көргеннен кейін жаңағы арасында домбырасын тыңқылдатып қоятын ғой. Жарықтық десейші. Марқұм шалым аман болған. Аланжанды сүндет көтірғызғанда ашамай ертеп, жігіт болсын деп қуанып, тайына мінгізетін еді ғой. Иә, өткенде де біз сол бажалар келіп ақшасын бердік те сол түстенгенді ойламаппыз, сол кетіп қаппыз ғой. Иә, енді әлде аталарының орнын жоқтатпай, таймыңыз десеңдер, жақсылықтың ертегесі жоқ қой. Апа, атамыздың орнын жоқтатпай, күйеу балаларыңыздың атынан бір тай. Ойбой, Мұқашжан. Білсін, күйеу балаларыңыздың ауыз біршілігі қандай екен, білсін жұрт, айтсын. Жарайсың. Иә. Рахмет айналайын. Мұқаш, енді сенің көлігіңе мінетін болсам, Гүлғайшатым өшсін. Қаңыз қалай? Сендерді ұмытып кеттің ғой, міне, ұштық. Мынау сүй. Міне, Гүлғайша. Қазір 180 мен алып барамын сен қалаға. Кеттік. Үстің ашып кетпесін. Қызықсың сен. Ай, Мұқашжан. Ұзын жейдесін шешті алан. Өзінен ыңғайлы болса болды. Келе ғой құлыным. Біздің пациентіміз жазылыпты ғой. Сүндетке отыру деген ауырғанға жатпайды екен ғой, ә? Енді ауырғанға жатпайды, бірақ енді бәрібір де хирургтың көзін көрдің ғой. Тиіспеш балаға. Өз-өзіне енді келіп жатқанда. Теріс киіп апсың ғой. Жоқ, әже, өз сондай ғой. Солай теріс киетін киім ба? Жоқ, дұрысы осы. Сән үлгісі осы деп жатқан ғой, апа. Бұндайды қазақтар ит көйлек деген. Ит көйлек? Кішкентай бөпеге денесіне батпасын деп теріс айналдырып, тігіп,
кигізіп қоятын. Қырқынан шыққанша. Қырқынан шыққаннан кейін жаңағы көйлекке тәттіні түйіп, иттің мойнына байлайды да жібереді. Содан ауылдың балаларының барлығы жаңағы итті қуып жүріп, мойындағын шешіп алады дағы, тәттіні бөліп жейді. Апа, сонда оны не үшін істейді? Енді ол қазақтың ырымы ғой. Жаңағы жамандықтың бәрі сол итпенен кетсін деген болу керек. Қызық екен, иә? Иә. Кішкентайды қырқынан шығарудың өзі үлкен той ғой. Ауылдың балаларының бәрі у-шу болып, мәз-майрам болып, ойнап бір рахатқа батып қалатын. Әже, мен ұлданы ұл болсын тәтелерінің аттарын ырымдап қойған сыныпта айтқам ғой, бәрі таң қалып жатыр. Білгенің дұрыс құлыным. Балам, апаңның айтқанын бәрін жаттап алатын болсаң, сабақ айтуға 1 жылды қор жинайсың. Неменеге күлесің? Сол ырымменен өзіңді дүниеге келгенсің. Жоқ, білем ғой, апа, ештеңе демеймін ғой енді. Ана, әке үшін ұл баланың орны бөлек қой. Содан қашан ұл бала болады екен деп армандап жүрді. Сөйтіп жүргенде ұлты дүниеге келді. Атын өзі қойды. Сол кезде бесіктің басындағы үкінің орнына қасқырдың азу тісін іліп қойды. О, азу тіс әлі күнге дейін ілініп тұр. Оған қоса ана бүркіттің тырнағы да бар, апа, е? Иә, ол бәрі қазақтың ырымы. Мынау қасқырдың тісі, бүркіттің тырнағы тұрған жерде жаңағы ешқандай жәндіктер бесікке жоламайды екен. Иә, апа. Сіздің жаныңызда жүріп біраз нәрсені естіп біліп жатырмыз. Иә, осында қалатын болсаңдар, талай дүниені үйренесіңдер. Енді Апа, мыналарды қайда қойайын? Мынаны жалғастыра бер. Анау шатыр құрақ жаса. Құрақтың өзі түр-түрі болады. Шатыр құрақ, жаңағы жұлдызша құрақ, сол құдық құрақ деген. Мінекей мынау көріп тұрсың ба? Мынау жұлдызша құрақ болады. Әже, мынау таза конструктор болды ғой, Иә. ой, балам, қазір жиналып болғаннан кейін құрақ көрпең бар ғой, трансформер болады. Дұрыс. Шатырға ұқсайды екен. Иә, шатырға ұқсайды. Сосын жалғастырамыз тағы да. Иә. Азаматтық сотысын жүргізу осы тарауда жазылған қағидаттар бажа қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? ұбт-ға дайындалғандай, немен жаттап отырсың? Тұра тұр, шатыстырмай. Ау, тексеру келе жатыр дей ма? Соған жаттап отырмын. Мұны білгенде бар, басқа жұмысқа ауысып кетуім керек еді. Мысалы, қандай жұмысқа? Біле білсең, полиция кез келген мамандықты игеріп кете алады. Ал кез келген мамандық иесі полиция бола алмайды. Азаматтық сотысы. Өзің жай жүрсің бе? Жай жүргенде енді. Бажаларымды сағынып, өздеріңді іздеп. Жаңа енеміздің үйіне кіріп шыққам. Бәсе. Не ғып іздеп қалды десем? Енеміздің тапсырмасымен жүр екенсің ғой. Жоқ, шаруада емес, мәселе басқада ғой. Ана үлкен кісі көңілі босап жаңа. Өткенде немересін түсіндетті деді ғой. Енді оны бәріміз жабылып жүріп атқардық қой енді. Енді атқардық қой. Бірақ жаңа көңілі босап жылап, қанша демен үлкен кісі ғой. Еңіреп жылап отыр әлі. Аяқ беттім. Шалым тірі болғанда немересін тайға отырғызып, белін буып, бір қазақтың дәстүрімен той жасайтын еді үлкен қып деп. Енді ол кісінің шалын есіне алатын әдеті ғой? Жоқ, енді тек өзгешелеу. Айттым, ой, апа, немеге уайымдайсыз дедім. Арыстай 3 күйеу балаңыз барымыз, 3 тіреуміз бұл айтқанда.
Атамыз орындаймай жатса ештеңе жоқ, біз орындаймыз дедім. Не айттым дейсің? Немене түсінбей қаласың? Үш күйеу болаңыз, бір тай мінгіземіз дедім. Тай? Неме шошып кеттің, жылқы емес қой, нендей тай. Сол үшеуміз бірігіп... Енді тайда жылқы ғой. Өзіміз бір айлыққа қарап отырмыз. Ойламайсың ба? Ой, енді үш бажа бірігіп ортаға лақтырып жіберсек, не, қаншадан жинаймыз? Қаншадан болғанда енді үйдегі анау телевизор көрсетпей жүр. Соған енді бір үлкендеу телевизор алсақ па деп жинап жүрген азғантай ақшамыз бар еді. Оны енді ана ұлданамен ақылдасып. Осы кісі әйтеуір қайын жұрт десе ерекше елпілдеп кетеді екен. Өзіміз бір айлыққа қарап отырғанда тай деп несі бар? Үлкен телевизор алам дейді ғой. Маған десең кинотеатр ал үйіңе. Бір тайға бола сонша жылап. Дөң батыр, жауғашты, жауғаштыдан кейін жылқыбай, жылқыбайдан... Ай балам, қателеспе. Жеті ата деген бір механизм сияқты. Орындарын ауыстырып алсаң, жұмыс істемей қалады. Кедергі жасамасаңшы балаға. Айта ғой. Күздеу бай, күздеу байдан... Сосын... Ой, әжеңе аталарыңның атын айтуға болмай. Ой, сен дағы жағаласып қоймайды екенсің. Сосын Смағұл, Оразбек, Оразбектен кейін Арман, содан кейін Алан. Бәрі келді. Мемлекеттік емтиханды тапсырдың балам. Әже, менде 8 болып кетті. Ей, жарайды, ештеңе етпейді. Немереңіздің ақылы көп қой. Балам, жеті атаны білгеннің қандай пайдасы бар екенін білесің бе? Қандай? Мысалы, жеті атаң бір смартфон сияқты. Үш атаңды білсең, 3 гигабайтың бар. Жеті атаңды білсең, 7 гигабайт күшің бар. Сонда менде 8 гигабайт күшім бар. Алан. Осы бұрында ойламаппын. Әр адамның есімі бір тарих екен ғой шіркін, Апа, қалжың емес, рас айтам. Сонда ол қалай? Мәселем, қара, кезінде аталарым елін қорғады. Атқа отырды, жауға шапты. Содан кейін үлкен аталарымыздың аты жауғашты, дөң батыр. Одан кейін бейбіт өмір келді. Бейбіт өмір келгеннен кейін аталарымның аты жылқыбай болды, күздеубай болды. Енді адамдардың аты жайдан жай қойыла салмайды ғой. Енді одан кейін кеңестік дәуір келді. Аталарымның есімі Смағұл, Оразбек болды. Одан кейін жұрт армандамай ма, егемен ел болайық деп. Одан кейін мен туылдым. Мен туылған кезде есімімді Арман деп қойды. Шынымен де солай екен, Сонда менің атым неге Алан? Енді, балам, егемен ел болдық, шекара ашылды, шетелмен қарым-қатынас жақсы. Енді Қазақстанда бір үлкен әлемнің бір бөлігі болды деп, сенің есіміңді Алан деп қойды. Сен білгеніңді өстіп, балаңа айтып отырсаң. Енді айтамыз бапа. Әлде үлкен бабаңның құрметіне есіміңді дөң батыр деп қою керек пе, апа? Сәке бір түрлі ат қой. Апамна шетіндегі жіптерді тазалап қойды. Мә.
ары қарай анау қырдан асырып келмейтіндей қылып әрірек қуып тастаңдаршы бар. Жарайды. Ассалаумағалейкум Баске. Уағалейкум ассалам Бажа. Қалай жағдай? Осы өзіңді көргенде ата кәсіппен айналысып жатқан нағыз қазақтың баласын көрем. Ассалаумағалейкум Мұқаш аға. Уағалейкум, қалайсыңдар? Жақсы. Тұрысты қарашы ма, тұрысты. Сен болмысыңның өзін фермер қылып жаратасың ғой. Енді мынау ауыз толтырып фермер деп айтуға келмейтін шығар. Біздікі осы азын-аулақ мал шаруашылық. Ай қайдам. Азын-аулақ болғанда, ай мынадан бір ғасыр бұрын туылғаныңда бір 100 жылқыны алдыңа салып айдап жүрген байдың өзі болатын еді. Мен айтқаның келсін. Ай Бажеке, сол байлықта қазіргі заманда артық болмай тұр ау. Сөздің өзін қарасаңыз, сөздің өзі кесек-кесек болып түсіп жатыр ғой. Байлардың сөзі ғой ол айтатын. Мақтауымды асырып, құс мамықтан жасалған көпшіктің бір алтауын астыма лақтырып жібердің ғой, Бажа. Соған қарағанда бір маңызды шаруамен келіп тұрған сияқтысың. Маңызды дейтіндей бір керемет маңызын көріп тұрған жоқпын. Өзі ер жігітте қанша жұрты болады, білесің ғой? Мен білетін ер жігітте 2-ақ жұрт болады. Бірақ мынау қайненесін жақсы көретін өзің сияқты жігіттерді 3 жұрт болып қалады ау осы. Тағы бастайсыңдар өстіп. Қалжың айтам Бажа, қалжың енді. Сайлау бірдеме деді ме? Сайлау немене, маған бір нәрсе айту керек пе? Енді қайын жұрт деп былай тұспалдап келе жатсың ба? Жарайды, енді қалжың дедім ғой Бажа. Шаруаға көшейік. Шаруаға көшкенде енді ол керемет бір шаруа. Осылай деп те қиналатын нәрсе емес енді ана. Сайлауға айтсам ол сол бір теледидардың ар жағынан кете алмай тұр ғой әңгімесі. Енді енеміз де бір жағынан қуанып қалсын енді. Бір емес екеміз, 3 бірдей Бажамыз. Кішкене үшеуміз бірігіп былай ортаға лақтырсақ, шешілетін мәселе ау. Солайды. Негізі дұрыс айтып тұрсың Бажеке. Мынау қолдан келсе көмектескенге не жетсін? Мынау мойнымда бір 6 несием бар еді. Балашаға бар. Кезінде мынау жем шөп деп қора салдық. Несиені ала беріппіз. Кейін санасам 6 болып кетті Бажа. Ой, не болған ебі сендерге? Кімді көрдің осы несиесің санын айтып жатқан? Не еді ол? Жария қылып, 6 несием бар. Түсінікті болды ғой. Бір көрпе тігу үшін қаншама еңбек керек екен, Сымерлік ол үлкен өнер. Ол кім көрінгенге қона бермейді. Апа, осы әпкелердің арасында осы өнер дарыған адам бар ма? Ол кісілерді осылай жақсы тіге ме? Жоқ. Оларға бұлай үйреттім, ебі болмаған соң болмайды екен ғой. Апа? Мен тігіп көрсем бола ма? Неге болмайды? Болады. Тіге қой бә. Менің кәрі қасқам саған көне қойса. Қане. Көрейін. Мына жолға қарап отыр. Сонда тігісі бір келгі түсті ме, түспеді ме, соны бақылап отыр. Зуылдаттыңыз ғой? Бұрыннан тігіп жүрген сияқты. Ой, кімнің әйелі десеңдерші.
Ол кісі енді сән әлемінің үздігі ғой, апа. Үйреніп алса, ой, ешкімді жеткізбей кетеді ғой. Бала қайда жүр? Қайда жүруші еді? Доп ойнап жүр. Домбырасына барып келдің ма? Барып келдім. Не болды? Көлігің бұзылып қалды ма? Көлік емес. Көңіл бұзылып отыр. Тыныштық па? Ұлты үйде қанша ақша бар? Енді бар ғой. Не, аманшылық па? Қанша ақшаң бар? Жоқ, айтсаңшы, не үшін керек? Керек болсын айтып тұрмыз ғой. Қанша ақша бар, әкеш үйге? Жоқ, мен де біліп отырайын да, не үшін керек екен? Мен саған айтып отырмын ба? Ақшаны әкеші деп отырмын. Болды ғой, әкесінші. Не үшін? Тегесін білесің, не керек сол? Сенген қойым, сен болсаң. Ай, қыстау аяу. Сонша малды үйіріп отырып, бір тайға сонша жылағаныз. Бар осы ғой, ә? Жоқ, тығып қойдым. Не болды сонша ашуланып? Мен енді орынсыз бірдемеге жұмсайын деп жатырмын ба? Ана бауырың сенің. Мұхит асып анау сонша жерден келіп отыр. Қазақтың салт дәстүрі бар. Баласын сүндеттеп жатыр. Бөтен біреу емес қой, сенің бауырың. Тай мінгізейін деп отырмын. Тай? Сен не үшін мінгізуің керексің? Анау екі бажаларыңда жүр ғой. Енді үшеуің бірдей қылып, не қылсаңдар болады ғой. Енді мен де солай ойлағам ұлты. Үш бажа бірігіп бір тай мінгізсек деп. Апама уәде беріп қойдым. Содан не болды десең, жаңа Қыстаубайға бардым. Еңіреп тұрып жылап отыр. Әлі жылап отыр еңкілдеп. Қанша несием бар дейді. Сонша малды үйіріп отыр, ұят енді оныкі. Сосын кіші бажа сайлауға бардым. Ол да жылап отыр. Соларға ерегескенде ертең мал базарға барамда тай әкеп мінгізем. Енді артылып жатса берген дұрыс қой. Бірақ енді мынау жазғы демалыс аяқталып келе жатыр. Ана балаңды лагерге жіберем дегенсің өзің. Одан қалды әр жағында мектеп келе жатыр. Мектептің киімі бар. Білесің, биыл қандай форма болатын Құдай білсін. Оның бағасы удай. Одан қалды мектептің жаңағы пердесі бар, ремонты бар. Одан қалды мынау немене, қағаз шығаратыны бар. Одан кейін 2 жыл болды сарайдағы. Терезең 2 жыл болды. Пластик терезе салам дегенің қайда? Оған қанша ақша керек? Шөбің ше? Өзің орасың ба? Әлде сатып аласың ба? Оған да ақша керек. Ау, қылшын сүйретіп қыс келе жатыр. Отның ше, көмірің. Мен жүрмін. Маған етік алу керек. Ойлансаң, Мұқаш. Қой шапар. Орнына қой. Қайдан алдың сонда қой? Жомарттың қолын жоқшылық байрат деген осы екен ғой.
Қалыңыз қалай, апа? Ай, жақсы, кел. Шай қояйын ба? Жоқ, шайға уақыт жоқ. Шаруалар деген бастан асып, не бағана ала сал деген не тиын ала салайын ба деп. Иә, Аланжанға сусын ала салшы, өзінің жақсы көретін. Айранға үйренбей жүр ғой. Не бұлар айран ішпейді екен? Шаруа деген көбейіп кетті. Не қыласыз? Өй, саған не болды? Енеңнің үйіне кіргенде 2 сағатқа жоғалатын ең. 2 минут болмай атып шықтың ғой. Ой, Гүлғайша. Аузымнан қағылып тай атадым да шықтым. Енді бұл үйге біраз кіре жүретін шығармын. Тай? Не тай? Кәдімгі 4 аяқты тай. Сен мақтап отыр, кешегіден қаттырақ жүреміз. Ал, Көкшолақ. Кеттік.